Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Қазақша каналға қош келдіңіздер. Және сіздердің алдарыңызда мен. Достар, бүгін дүйсенбі, сағат 7-ден 9 минут кетті. Күн әлі қараңғы, мына жерге не қойып қойғам. Ештеңе көрініп тұрған жоқ. Бұны өшірсем. Енді достар, бүгінгі видео бір ерекше болады, себебі менің бұрынғы видеоларым көбісіне астына қалдырған комментария арендаға алып, таксовать етіп, ақшасын шығаруға бола ма, болмай ма деген сұрақ. Сосын аренда қанша тұрады, қай жерден алуға болады, соның барлығы жазылған. Енді мен қазір арендаға машина тапқан жоқпын, себебі бұл жерде бір күнге, 2 күнге машина беретін адам жоқ таксовкаға, себебі документацияны не істеу керек, бір күнде олар бір күнге бергісі келмейді, ондай арзан болғаннан кейін. Енді күнделікті машина күнне алатын машиналар бар ғой аренда, олар қымбат. Енді таксовкадағы күнде мінген үшін, ол таксовать етуге алғансын, ол арзан болады. Арзан болғанда да қандай новый осындай Hyundai акценттер, Коготтар 14 000 теңгеден басталады. Одан кейін ары қарай жоғарылайды. Енді қараңыздар, 14 000 теңге, біз қазір 14 000 теңге деп есептейік. Мен әлі арендаға машина тапқан жоқпын, бірақ әрине табам, түсірем оны. Енді қазір істейтініміз, бүгінді аренда деп есептейміз. Арендаға 14 000 теңге алып тастаймыз мына машинадан, тапқан ақшамыздан мына машинаға. Одан кейін жанармай құямыз, тамағымызды жеп ішеміз. Одан кейін ең соңында есептейміз. Солардың барлығынан кейін ақша қала ма, қалмай ма. Сонда қазір 14 000 теңге болған өзінде расход, күнделікті расход арендамен бірге 20 000-нан асады. Енді өздеріңіз көресіздер, қазір барлығын есептейміз, санаймыз. Жанармай қалай есептейміз? Бензинді қазір біз бензин құйған жоқпыз, өзімде бар кішкене. Енді оны қалай есептейміз? Менікі 100-ге 10 жейді. 100-ге 10 жейді. Соны ең соңында 200 км жүрсек 20 литр, ол 300 км жүрсек 30 литр деп есептей саламыз. Грубо, себебі өткенде бір есептеп көріп естегенбіз, құйғанбыз. Сонда 100-ге 10 литр жеп жүр. Енді ол қатты көп емес. Машина новый болғансын аз жейтін шығар, себебі менде бұрын 14 жылғы акцент болды. Ол 100-ге 11, минимум 11 жеп жүрді. Жазды өзінде. Қазір енді қараңыздар, қыс 12-10 шеп жүрген шығар ол машина. Бұл 10 литр. Одан кейін қазір мен завтрак ішкен жоқпын. Біраздан кейін кішкене нелер барлығы жұмысына жетіп алғаннан кейін 9-10 арасында ма, ондан кішкене өте ма, бір шай ішіп аламыз. Одан кейін түскі тамақ, одан кейін кешкісі. Ал енді қазір көрейік, бүгіндікке қанша ақша табамыз, арендамызға, бензинімізге айырғанда қалтамызға таза қанша болады. Именно осы сұрақ көп болған. Енді соған бір видео түсірейін деп ойладым. Бірақ мен қазір машина тапқан жоқпын. Себебі айтып тұрмын, бағана 1-2 күнге машина бермейді. Құдай қаласа алсам, тапсам, әрине видео түсірем. Арендаға алғаным, қалай алғаным, қанша қалғаным, соның барлығын есептеймін. 1-2 күн жұмыс істеймін. Ол бола ма, болмай ма деген сияқты. Мен қазір сұранысы бар районға бара жатырмын. Таксовать етіп жүрген бауырларымыз біледі, коэффициент бар зонаға кете жатырмын. Себебі қазір таңертең часик басталып кетеді қазір. Сол кезде таңертең 1000 мен 2000 арасындағы заказдарды жасап алу керек, чтобы кассаңыз жоғары болу үшін. Сол үшін біз сондай зонаға бара жатырмыз. Білеміз достар, барлық жерде фиолетовый зона жанып тұр. Мінекей, бірінші заказымыз комфорт тарифпен ал кеттік. Білдік бірінші заказды 1990 теңге шықты. Қазір бір заказ түсті, бірақ отмена болып кетті. Мінекей заказ. Заказдар осылай болады.
Nervіңізға тиет. Енді соған шыдайсыз, міне қараңыздар. Оны не үшін айтып жатырмын мен. Қай жерде еді? Мінекей. Үшеуі де отмена. Қараңыздар. Бара жатырмын отмена, бара жатырмын отмена. Білмеймін, не үшін олай жасап жатыр бұл. Достар, мынаны қараңыздар, 38-39 минут жүріп келдік. Пробка деген бар ғой. Айта алмаймын. Слишком низкий дейді. Там қосамыз. Алты балл пробка көрсетіп тұр. Левый берег. Бізге заказ берді Яндекс. Бірақ кішкене алыстан берді. 2-де 4 километрден берді. 2,5 километр десек болады. Соған бара жатырмыз. Енді күтсе бұл кісі заказ берген адам. Себебі көп жүретін сияқтымыз. Мінекей достар, біз тағы бір заказ алып келдік. 2690 теңге. Енді мына жерлерге барсақ па деп ойлап тұрмын. Достар, мінекей біз тағы бір заказ алып келдік. Қателеспесем, бұл 5-ші тапсырысымыз. Бұл 5-ші тапсырысымыз. Мінекей достар, сағат 13:56. Заказды завершітетеміз біз. Оплата картой. Енді достар, арендан ақшасы шықты. Енді біз қазір түскі тамақты ішіп аламыз. Одан кейін қайтадан жұмысқа кірісеміз. Бізде себебі енді ғана аренда шығып тұр, әлі бензин бар. Одан кейін тамақ ішетініміз бар, тағы сусын аламыз. Солардың барлығына енді жұмыс істейміз біз. Достар, мінекей сағат біз 2-ге дейін 13 тапсырыс, 14.000 теңге. 14.000 теңгеміз біздің бағанаға айтқан арендан ақшасы шықты. Енді біз бензинге, сосын күнделікті тамағымыз, одан кейін қалтаға жұмыс істейміз. Сағат 2-ге дейін аренда шықты. Әлі 1-2 сағат тамақ ішуге, анау-мынауға уақыт кетсе, одан кейін әлі 8 сағаттай уақытымыз бар өзімізге жұмыс жасауға. Достар, біз тамағымызды ішіп алдық, мінекей. Енді қосайық. Біз қазір осы түске дейін жұмыс жасағанымыз осы заказ. Кеттік. Арендан ақшасы шықты, түскі тамаққа ақша жетті. Енді кеттік, жұмыс жасайық. Достар, 35 минут жүріп алып келдік. Комфорт тарифінде. Достар, мінекей мен соңғы заказды алып келдім. Мен өкінішке орай кейбір себептерге байланысты жұмыс жасай алмадым. Оны қазір өздеріңізге көрсетем. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Мінекей достар, сағатта 23:12 болды. Өкінішке орай кейбір себептерге байланысты, енді оны айта алмаймын. Менде осылай жұмыс өте көп, ары-бері жүгіріп қалу. Оны неше сағат істегенімді енді қазір осы неге көрсетем, шығарам. Таңертең шықтым, 2-3 сағат істедім, одан кейін жарты сағат 40 минуттай дем алып алдым, одан кейін қайтадан жұмыс бастадым. 1 сағат
1 сағаттан кішкене аса тамақ ішуге кетті. Ол бар арасында, одан кейін тамақ ішіп алғаннан кейін 1-2 тапсырыс жасағаннан кейін, одан кейін де жарты сағаттай демалдым. Одан кейін тағы қалай болды бізде. Одан кейін кешкі часпикте жұмыс істедім. 1-2 сағаттай ма, 3 сағаттай басқа уақыт кетіп қалды. Мен точносын қазір осы видеода көрсетемін. Бірақ енді мен айтайын дегенім, бүгіндікке мен 24.800 теңге ақша таптым. 24.800 қалған ар жағында тиыны бар. Енді есептейік. Мен неше километр жүрдім? 195, бағанағы 15-20 километрдей мен өз жұмысыммен жүріп қалдым. Сонда мен Яндексте жүргенім 180 километр дейік. 180 километр. 180 километріміз 18 литр. 10 литр 100-ге 10 есептейміз. 18 литр. 18 литріміз 3250 теңге. 1,5 теңге тамақ іштім. 4750 теңге. Грубо говоря. 4750 теңге расход плюс 14.000 теңге аренда. Енді аренданы 14.000 теңге деп есептейік, себебі біздің машина комфортқа жатады, жылы жаңа. Енді 14.000 теңге. Келесі видеоларда мен міндетті түрде өзім арендаға, нағыз арендаға беріп жатқан адамдардан алып жұмыс жасауға тырысам, себебі ол жерде қандай договор, келісім қағаз бар ғой, қалай жүргізеді, нотариально ма, нотариально емес пе, соның барлығын анықтауға тырысам. Ол кезде тек қана машина алу емес, ол кезде қалай договор жасайды, қалай істейміз, не береміз, машинаны алатын кезде қандай документтер керек деген солардың барлығын қарастыратын боламыз, біліп аламыз. Одан кейін жұмыс жасап көреміз. Енді қазір мен ондай машина тауып тұрған жоқпын әлі, себебі өзім машинам бар мінекей. Соны 14.000 деп есептейміз, себебі мен естігенім бар, 14.000 жаңа машиналарға коботтар 13.000 теңге деп естідім. Енді сол үшін біз қазір 14.000 теңге оны қосамыз, 4.750 теңге расход, сонымен 18.750 теңге. Бізде 24.800 теңге ақша шығып тұр. Оны расход алатын болсақ 6.000 теңге. Көрдіңіздер ме? Мен таңертеңгі сағат 7-ден бастадым, қателеспесем. Сол 7-ден осы уақытқа дейін менің қалтамда не бәрі 6.000 теңге. 6.000 теңге не болады қазір? Кірсеңіз бір пакет зат бермейді. Енді әрине мен өз жұмыстарыммен жүрдім, бірақ арендаға алған адамның өз жұмыстары болмайды дейсіз бе? Әрине өздерінің жұмыстары болады. Сол үшін мына таксист ағайындарға Алла сабыр берсін, өздері машина алып алуға тезірек мүмкіндік жасап ақша жинап алсын. Себебі міне көріп тұрсыздар, 14.000 теңге күнде беру. Сіз онда бүгін дем алып алайыншы деген әңгіме болмайды. Күнде 14.000 теңгесін беру керек. Сонда айына мейлі каждый жексенбі күні демалыс бар шығар. Енді кейбір жерлерде жоқта ол. Сол демалысы бар, демалысында сол айына 4 күн ғана демалыс. Сонда істесе, істеп алды, істемесе жоқ. Оның өзінде 350.000 теңге, грубо говоря, 350.000 теңге біреуге беріп жатыр. Енді әрине мынандай қымбат машина беріп қояды, сонда да 350.000 теңге далаға береді. Осылай арендаға міну өте қиын екен. Қазір сонда таңертеңнен кешке дейін жүргенде қалтамызда 6.000 теңге бар. Бірақ енді басқа жерге барып бір жерде жұмыс жасасаңыздар, бүгін енді қараңыздар, қатты да жұмыс істеген жоқпыз. Арасында демалдық, тамағымызды іштік, одан кейін басқа жұмыстармен жүріп қалдық. Егер сіз басқа қаладан келіп, жалғыз басты өзіңіз басқа қаладан келіп, тек қана таңертеңнен кешке дейін сізді ешқайда әуре жасатпай таксовать ететін болсаңыз, өз қалтаңызға 20.000 теңгеге дейін қалады. Себебі мен балаларды көріп жүрмін, қалтасына 20.000 теңгеге дейін қалдырып жүр. Жаман емес, 1-2 сабыр шыдап жұмыс істеп ақша жинап алсаңыз, өзіңізге осындай рассрочкаға первоначальныйсын беріп машиналар алып алуға болады. Бірақ, конечно, қиын. Күнде жұмыс істеу керек, ерінбеу керек. Енді өз басым міне қиын екен арендаға алу. Білмеймін,
10 сағаттан көп жүрдім за рулем. Оның өзінде 6000 теңге қалып жатыр. Енді солай қазір мінекей көрсетем өздеріңізге. Яндексті ашам, өздеріңізге көрсетем. Қалай болды, неше сағат жұмыс істедік. Соның барлығын қарайтын боламыз. Ал мінекей достар, міне 22 тапсырысымыз. Бізде осы 24814 теңге. Мінекей мен мына жерде жұмыстармен жүріп қалдым 3 сағаттай. Одан кейін мына жерде тамақ іштік. Одан кейін тағы дем алған жеріміз. Мінекей. Бұл жерде де 1 сағат, 1,5 сағаттай уақытымыз кеткен. Соның өзінде 10 сағат за рулем жүрдім. Қазір мынау таңғы сағат 7:20-дан бастағанбыз. Мінекей. Түнгі 11-де дейін. Енді 15,5 сағат болып жатыр. Осы екеуінің арасы 15,5 сағатта 5,5 сағатын алып тастайық. Сонда 10 сағат біз за рулем жүрдік. 10 сағатта осы 24814 теңге. 10 сағатты бөлсек, сонда сағатына 2400 теңгеден тура келіп тұр. Бірақ бізде аренда, расход деген өте көп. Достар, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай біз 10 сағат жұмыс істедік. 10 сағатта осы 24800 теңге таптық. Расходтың барлығын алып тастаған кезде бізде 6000 теңге таза қалтамызда қалып жатыр. Енді осы арендаға алуға бола ма? Арендаға алсақ қанша табамыз? Арендаға қанша төлейміз? Қанша сағат жұмыс істейміз? Оны қалтамызға бірдеңе қала ма, қалмай ма деген сұрақтарға осы видео өте жақсы жауап деп ойлаймын. Себебі мен қазір қиналып та жұмыс істеген жоқпын. Көрдіңіздер, арасында қанша дем алдым, қанша өзім жұмыстарыммен жүрдім. Түскі тамағымызды іштік. Соның өзінде 6000 теңге ақша қалтамызға қалып тұр. Енді одан да көп жұмыс жасауға болады. Әрине соларды қысқарту керек. Сол кезде көп ақша табуға болады. Достар, осы видео сіздерге ұнаған болса, подписация етіп, лайк, дизлайктарыңызды басып қойыңыздар. Комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Енді мен келесі видеоларда Құдай қаласа шынайы арендаға алып түсіруге тырысам, иншалла. Оған дейін сіздердің ойларыңыз қалай, алуға бола ма, болмай ма деген пікірлеріңізді осы видеоның астына комментарияға жазып қалдырыңыздар. Жақсы достар, келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.